Қайырлы таң көрермен. Таңшолпан бағдарламасының таңғы ауыл айдары бүгін Маңғыстаудағы Боранқұл ауылында. Мұнда 6 келінді бір шаңырақта қосқан Төреғожиндар отбасы тұрады. 6 келіні бар үйдің шәйі де ерекше шығар. Оны қазір көреміз. Қайырлы таң апа. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Қош келдің айнадай. Түрлі үйге кір. Көптен бақытты бол. Апа, күнде осылай ма? Күнде осылай, күнде таңертең ертес сәлем етіп, батамдар сосын әр шаруасына әр біреу кетеді. Ай, келіндер, шай қойыңдар, шай дайындыңдар тезден. 6 келіннің сәлемін алдық. Енді таңғы қарбалас басталады. Екі келін шелегін ұстап түйе сауға беттеді. Түйе сауы бүгін үлкен келін Бәтимаш пен Нұрзияның еншісінде. Олар бар жоғы 10-15 минутта шелектерін сүтке толтырды. Ал ортаншы келіндер Гүлзада, Гаухар, Ақкүміс күн шықпай бақша суарып, шөбін жылып, дастарханға жеміс жинап үлгеру керек. 5 келін әдетінше даланың тірлігін жайғастырды. Ал асхана басында Күлән ханым жүр. Абысын тату болса ас көп. Асханадағы мына көрініс соның айғағы. Көрермен аң-таң болып отырған болар. Қойсын Мырзанова 6 келінімен ауылға сыйлы абзал жан. Үлкені Бәтимаш 54 жаста. Осы отбасына келін боп түскеніне 35 жыл болды. Оның өзінің 3 ұл, 3 қызы бар. Ал екінші келін Күлән 6 бала тәрбиелеп отыр. Кіші келін Ақкүмістің осы шаңырақтың табалдырығын аттағанына биыл 7 жыл болды. Шайын қойылауы, сүтін молдауы. Сіздерге қарап қызығып тұрмын. Әрдайым осылай татусыздар ма? Иә, әрдайым осылай татумыз. Енді басында кішкен көп келін болған қиындау бар. Бірақ үйренісіп кетті. Бір-бірімізді іздеп, бір-біріміздің шаруашылығымызға көмектесіп, қонағымыз бір қатқарысып осылай тұрып жатырмыз. Тамаша. Сізде қалай болды? Сізге қиын болған жоқ па? Әрине маған басында қиындау болды. Осында үлкен отбасына келін болып түсу. Барлығы да осы үлкен енелерімнің, абысындарының арқасында осында үйренісіп кеткенім, осында осы үйдің кенже келіні болсам да, жақсылап үйретіп, осы күнге жеткізген мың алғыс бәріне де. Көп келінді бір үйде ұстау қиын емес пе? Жоқ, қиындығы жоқ. Ол бір келін, біреу анасын жасап жатса, біреу манасын жасап жатса, ешқандай келіндер өздері тату болса, ешкімге ештеңесі жоқ. Сен жаса, мен жаса демейді, барлық өздері жұмыла қимылдап жасап жатады. Бір-бірімен ұрысып қалмайды ма? Жоқ, ұрыспайды да, тату, жақсы келіндер. Шүкір, бәрі де тату, жақсы. Өздерінің тиесілді жұмысын сенікі жоқ, менікі жоқ, жасай береді. Ішінде пысығы бар ма? Қайсысын ерекшелеу көресіз? Ерекше көрінде бәрі пысық, менің келіндім босаңы жоқ. Түгел. Келіндер үй шаруасын кестемен кезектесіп істейсіздер ме? Жоқ, ондай кестемен шаруа істемейміз. Таңертең өзі тұрғаннан кейін әрқайсысы өзінің малға шығатыны, малын қарауға кетеді, шай жасайтыны, шай жасайды, огородқа баратыны, огородқа әрқайсысы өзінің шаруаларымен кете береді. Мен сол атының қасында шайымды ішіп, жайлап отырам. Түйенің жүнінен көрпе тігу бұл отбасында дәстүрге айналған. Тұрмысқа шыққан 8 қызға осы шебер келіндердің қолынан шыққан жасау берілді дейді Қойсын Мырзанова. Жалпы жанұяда бала тәрбиесіне аса мән беріледі. Немерелердің саны айтылмайды. Бәрі бір ата-анадан туғандай өсіп жатыр. Ал бұл олардың келешекте бір-біріне қамқор, бауырмал болуына ықпал етеді дейді отанасы. Төреғожиндар отбасы облыстағы үлгілі жанұя десек артық болмас. Расында да құт қонған шаңырақты, ізетті, өнегелі келіндерді көрдік. Әр отбасына осындай бақыт тіледік.